Амансыздар, құрметті көрермендер, сіздермен бірге заңгер кеңес бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Ақгүл Айдарбекқызы. Бүгін бізде қонақта заңгер медиатор Нұрсұлтан Бекботаев мырза. Нұрсұлтан мырза, амансыз ба, қалыңыз қалай? Шүкір, жақсы барлығы. Құрметті көрермендер, бүгін сіздермен және Нұрсұлтан мырзамен осы қайырымдылық мақсатта жиналатын қаржының заңдылығы жөнінде кеңірек әңгімелесетін боламыз. Нұрсұлтан мырза, осы қайырымдылық мақсатта блогерлер әлеуметтік желіде қаражат жинап жатады. Осы біздің мемлекетте заңмен реттелген бе? Әрине реттелген. Өкіметтің өзі рұқсат беретін қайырымдылық қорлар бар, ал өкімет рұқсат бермеген қайырымдылық қорлар ол жаңағы блогерлер, жаңағы көпке танымал адамдар жинайтын қайырымдылық бар, қаражат. Өкімет олармен енді айналысып жатыр, реттеп жатыр. Кім жаңағы қайырымдылыққа жиналған ақша өзінің егесіне түсіп жатыр ма, түсіп жатқан жоқ па? Жалпы бізде бар харекет қоры бар, олар барлық ақпаратты ашық жаңағыдай желіге салады, отчетін тапсырады. Ал кейбір блогерлер бар, олар өздерінің каспи номерін қойып қояды, ол өздерінің каспи номерін қойған мүлде заңсыз. Және де жаңағы сондай қайырымдылыққа деп ниет етіп ақша салып жатқан адамдардың да өздері шамалы анализ жүргізген дұрыс, тексерген дұрыс. Кімге салып жатырмыз, ол ақша қайда түсіп жатыр. Қазір бізде жаңа аудиториясы көп блогерлер бар. Мысалы үшін Рыспала Икрамбай бар, 100 баспана деді, ол кісі 100 баспанаға жеткізді де өзінің қайырымдылығын тоқтатты, қорын. Сол сияқты тағы бір жақында бір Самат деген жігіттің сондай қоры әшкере болды. Ол кісі жаңа адамдарға қайырымдылыққа ақша жинап беремін деп келіседі екен, бірақ 50%-ын өзін жаңа жеке меншігіне қалдырады екен. Сол сияқты адамдарды қазір енді 21 ғасырда кішкене сауатты болу керек деп ойлаймын. Жаңағы кімге салып жатқанын, неге салып жатқанын тексеру керек, отчетін сұрау керек жаңа жинап жатқан адамнан. Мысалы үшін көп мынау Рыспаланың атынан да бір 10 шақты жаңағыдай суреті мен атын пайдаланып, сондай қайырымдылық қор ашып жіберген кісілер де бар. Қазір ол заңмен жаңағыдай реттеліп жатыр. Ал енді осы қайырымдылыққа қаражат жинайтын адамдар мемлекетке салық төлей ме? Әрине төлеу керек. Негізі төлеу керек, бірақ оның ішінде бір 30% ғана төлейтін шығар. Заңды жаңағыдай мемлекеттік органдар арқылы ашылған қайырымдылық қор болса, ол автоматты түрде мемлекетке өзінің салығы түсіп отырады. Егер жеке меншік адам өзінің парақшасына өзінің номерін салып, осы адамға қаражат жинаймыз десе, ол енді күдік тудырады адамға. Тағы бір мәселе, осы таяуда ғана заң шықты ғой. Каспи Голдқа егер адамның жеке карточкасына 100 төлемнен артық төлем түскен болатын болса, және ол белгілі бір суммасы бар, шамамен 300 мыңдай ғой деймін, әртүрлі адамдардан түсетін болса, онда ол адам мемлекетке салық төлеуі тиіс болады, және ол үшін жеке кәсіп ашып, заңмен реттеуі тиіс болады. ИП-мен жұмыс істеу керек болады ол кісілер. Міне осындай заңдардың арқасында мүмкін жаңағы қайырымдылықпен қаражат жинап жатқан адамдар салық төлеу мақсатында жасалған заң шығар деп ойлаймын өз басым. Әрине, енді әр дүниенің ақша жүрген жерде салық болады. Ол салық деген ол сыртқа шықпайды, осы өзіміздің мемлекеттің қорына түсетін дүние. Сол үшін заң барлығына ортақ. Қазір енді мемлекет тарапынан сондай блогерлер болсын, әншілер болсын, сондай қаражат жинап жатқандардың барлығын тексеріп жатыр. Бұл ИП-мен жұмыс істеп жатыр ма, өкіметтің бұдан хабары бар ма, жоқ па? Ең басты негізі бір жағынан
мына блогерлерді қыса беруге болмайды, өйткені олардың да пайдасы халыққа тиіп жатыр. Мысал үшін біреу 100 үй алып берді, біреу 2 үй алып берді, біреу жай ғана 1 үй алып бергеннің өзі халыққа үлкен көмек. Бірақ ол блогерлерді ескеру керек, біреудің аманатын қалай қайда жұмсағанын ашық, жаңағы қазір интернетте ашық майдан ғой. Сол ашық желіге салып, отчетін тапсырып, елге көрсетсін. Қазір сондай елге көрсетпей өзінің қалтасына жіберетін блогерлердің кесірінен адамдар осындай қорларға да сенбей қалды. Адамдарда күдік туды қазір, қандай қор болса да күдікпен қарайды. Енді осыны көп адамдар шатастырып жатады. Бұл әлеуметтік желі арқылы қаражат жинау қайырымдылық па, жоқ әлде жеке бастың мүддесіне көбірек келе ме? Сіздіңше қалай? Негізі былай адамгершілік жағынан қарасаң, сырт көзбен былай анализ жасап қарайтын болсаң, енді бұл да бір жақсылық деп есептейік. Ал бірақ заң бар жерде оның барлығы заң жүзінде жүру керек. Жақсылық жақсылығымен, бірақ өкіметтен хабар болу керек, өкіметке де отчет тапсырылу керек. Өйткені мысал үшін ауырған балдар бар, оларға миллиардтап ақша жинап беріп жатқан жаңағыдай блогерлер бар. Олардың да еңбегін жоққа шығара алмаймыз, бірақ соның барлығы заң жүзінде жүру керек деп ойлаймын. Байқайсыз ба, ана TikTok әлеуметтік желісінде көбісі нөмірлерін кәдімгі санмен емес, жазбаша жазады екен. 8, 7, себебі біздің мемлекетте ондай санды нөмірді қойып қаражат жинауға болмайды екен. Осы да біздің заңмен реттелгенінің дәлелі десек те болады ғой. Әрине болады, иә. Біз заң бізде бар, бірақ ол заңға бағынбай жатқандар тағы бар. Ал өкімет дәл қазір сол заңға бағынбай өз алдына жұмыс істеп жатқан, жаңағыдай қаражаттың бәрін қалтасына ұрып жатқан блогерлер болсын, басқалар болсын, олардың артына түсті қазір. Және бір айта кетерлігі, біздің мемлекетте салық 3% ғана ғой. 3% ғана салық төленеді, және ол салық өзіңіз айтқандай далаға кетпейді. Көбіне біздің зейнеткерлердің зейнетақысы бар, мектеп, аурухана, сосын әлеуметтік көмекке мұқтаж, әлеуметтік осал санаттағы адамдарға жұмсалатын қаражат негізі. Сондықтан блогерлер болсын, кім болса да салық төлеуден қашпау керек. Әрине қашпау керек. Өйткені мемлекет сол салықтың күшімен тұрады ғой. Мемлекеттің қоры да, мемлекеттің жүргізіп жатқан жүйесі сол салықтың арқасында жүріп жатыр. Ал осы енді қайырымдылық жасап жатқан кезде естіп қалғанбыз, төбесіне белгі қою керек болады екен. Қайырымдылық болатын болса, қайырымдылық үшін жұмсалатын қаражат осы мақсатта жиналып жатыр деген сияқты. Осы туралы не айтасыз? Әрине, ол қойылуы шарт. Жаңағыдай кімге кетіп жатыр, кімге жиналып жатыр, оның да аты жөні барлығы қойылуы шарт. Жай былай қарап тұрсаң, ол мемлекет арқылы жұмыс істеген осындай қайырымдылық қорлардығы ол плюс, минусқа кетпейді оларға плюс ол. Салық төлейді, 3%-ін салыққа жібереді, бірақ ол жаңағыдай адамдардан ақша жинап, бір адамның өмірін құтқарып қалып отыр. Жарайды, ол блогерлердің жайы түсінікті. Бірақ осы мысалы аса қатты мұқтаж, әлеуметтік осал санаттағы адамдар бар, төсек тартып жатқан, арбаға таңылған, сол адамдар да өзінің әлеуметтік желісінде аз ғана адам болса да қаражат жинап жатады. Бірақ біздің елде енді 3 айда 100 төлемнен аспау керек деген заң тағы да бар. Сонда ол кісілер өздеріне азын-аулақ қана қаражат түседі, және сол азын-аулақтың сол қаражат үшін мысалы бір айда 100 мың түсер, 200 мың түсер, сол үшін ИП ашудың,
және сол үшін 3% салық төлеудің қажеті қанша, мысалы сол керек деп ойлайсыз ба? Осы жағынан бізде заң реттелген бе? Жалпы 20 мың теңге ол кісіге түсетін болса да, заң барлығына ортақ. Иә, ол кісі ауырып жатқан шығар, иә, ол кісінің бір жағдайлар болып жатқан шығар. Бірақ енді бізде ИП-ны ашуда мысалы үшін қиын дүние емес қой. Өкімет оны барасың, ешқайда бармай да телефонмен ашып ИП-ңді реттеп алуға болады. Жалпы қаншалықты ол ауыр жағдайда болмасын, заң жүзінде жұмыс жасау керек. Керек дегенмен өзге мемлекеттердің тәжірибесіне сүйенетін болсақ, мысалы Қытайда, егер бір айдағы табыс, шотқа түскен ақша 1 миллион теңгеден біздің теңгемен шаққанда аспайтын болса, ондай адамдар мүлдем салық төлемейді екен. Ал бізде шотына сіз айтқандай 20 мың теңге төлесе де, ол түссе де салық төлеу керек болады. Осы жағынан бір қандай да әділетсіздіктер бар сияқты. Жоқ, әділетсіздік қой, бірақ былай, біз заңды шығарған кезде мынаған болады, мынаған болмайды деп шығармайды заңды. Бүкіл осы Қазақстанның барлық тұрғынына бірдей қылып шығарады. Ол заңға барлығы бағыну керек. Егер ана кісі жаңағыдай салығын төлемей, ол кісі былай жүріп жатса, ана кісі былай жүріп жатса, оны біреулер ашық көрсетеді, біреулер ашық көрсетпейді қанша ақша түсіп отқанын. Мысалы үшін осы жақын уақыттың ішінде сондай жаңағыдай қайырымдылыққа жиналған көп қор болсын, жаңағыдай жеке тұлғалар болсын, солардың барлығының артынан осындай сыбыстар шығып жатыр. Біреулер 50 мың түсті дейді, бірақ оған 500 мың теңге түскен. Сіз бағана сөзіңіздің басында айтып қалдыңыз, мемлекеттің жанынан ашылған қорларға сену керек деп. Бірақ Перизат ханымның жағдайын естіген боларсыз? Иә, әрине естідік. Бұл жерде енді Перизат ханымның жағдайы сияқты көп жағдайлар бар бізде. Ал ол кісілермен жұмыс істейтін бізде органдар да бар. Әркім өзінің жаңағыдай жұмысын дұрыс атқарса, дұрыс тексеріп жатса сол кісілерді. Мысалы үшін салық комитеті бар. Сол салық комитетінің жұмысы негізі, соның барлығын қадағалау. Солар дұрыс жұмыс жасап жатса, ол Перизат ханым бұндай жаңағыдай заңсыздыққа жол бермейтін еді. Сол үшін барлық органдар өз жұмысын уақытында мұқият жасау керек. Түсінікті. Сүбелі әңгімеңізге көп рахмет, Нұрсұлтан мырза. Сонымен құрметті көрермендер, көріскенше күн жақсы болсын. Сау болыңыздар.